Сәлем балалар, қазақ тілі 2 сынып 3 сабақ тақырыбы диалог, монолог. Екі немесе бірнеше адамның сөйлесуі диалог деп аталады. 9-шы жаттығу өлеңді тиісті дауыс ағағымен оқы. Бүлдірген тереміз балақай, алақай, ат жарыс көреміз балақай, алақай, айға ұшып барамыз балақай, алақай, кел ағаш жарамыз балақай, әй ата ай. Қадыр Мырзалиев. Өлеңдегі кейіпкерлерді анықта, олардың саны нешеу екен? Өлеңде балақайға тікелей қарата айтылған әртүрлі іс-әрекеттерге шақырылған. Шақырушы кейіпкер бүлдірген тереміз, ат жарыс көреміз деп балақайды бірге іс-әрекет жасауға шақырып тұрған адам. Мүмкін үлкен немесе ағасы ересек адамдар. Олар нешеу екен? Өлеңдерге әрекеттер қарасақ, олар екеу. Бірінші шақырушы, екіншісі балақай. Соңындағы әй атай сөзіне қарағанда, олардың қасында тағы да бір үшінші кейіпкер атасы болуы мүмкін. Сондықтан өлеңде кемінде 2, тіпті 3 кейіпкер болуы ықтимал. Өлең не туралы айтылған? Өлең балалық шақтың қызығы мен қуанышы, ойын-сауық, қиял-ғажайып әлемі туралы айтылған. Онда балалардың бірге уақыт өткізуі, табиғатпен, яғни бүлдірген теру, ұлттық ойымен ат жарыс, тіпті қиял мен айға ұшу байланысты қызықты істері суреттелген. Соңғы шумақта еңбек етуге ағаш жару деген шақыру бар. Бірақ баланы қиын деп қабылдап, атасына шағым айтқандай көрінеді. Өлеңнің негізгі идеясы балалық шақтың тазалығы, ойынға деген құштарлық пен еңбекке баулудың маңыздылығы туралы. Ол баланың әлемді қалай қабылдайтын, оның басында қуаныш пен тіпті еркелікті көрсетеді. Бұл балалар әлеміне тән қарапайымды, шынайы өмір көрінісі. 10-шы жаттығу өлеңді түсіну оқы. Мен қазақтың тілімін. Мен қазақтың тілімін, беретін көп білімім. Достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін. Үйретем тіл заңдарын, сөзіме құлақ сал бәрін. Менімен тез іске асыр, ойға алған арманың. Өлең не туралы, неліктен тілдің атынан айтылып тұр, өзің қорытынды жасап көр. Өлеңнің алғашқы шумағын көшіріп жаз. Өлең қазақ тілі туралы. Ол тілдің атынан айтылып тұр, себебі қазақ тілінің өзі адамдарды білімге, достыққа және армандарға жетелейтін күш ретінде сипаттаған. Мен қазақтың тілімін. Бұл жол өлеңнің басты кейіпкер қазақ тілі екенін көрсетеді. Беретін көп білім, тілдің білім көзі екен. Ол арқылы көптеген ақпараттар мен білім алуға болатынын білдіреді. Достасатын сендермен деген тілдің адамдарды біріктіретін, достастыратын қасиетін көрсетеді. Өзіне немесе тыңдаушыға қаратын айтылған бір ғана адамның сөйлеуі монолог, яғни мен қазақтың тілім деген монологқа жатады екен. Бірінші жаттығу мысалды оқы. Менің қызметім күшті, адамдар үстімде ас ішеді, жазу жазады деді үстел. Мен болмасам жаныңа адам жоламас еді деді орындық. Бұл мысал диалог ба, әлде монолог ба? Бұл диалог. Мысалда үстел мен орындық бір-бірімен сөйлесіп, өз ойларын білдіріп тұр. Олардың әрқайсының сөзі деді сөз арқылы бөлініп, жеке сөйлем ретінде берілген. Бұл олардың арасындағы тікелей қарым-қатынасты көрсетеді. Ал негізгі идеясы әр заттың, әр адамның өзінің маңыздылығы мен қызметі бар екенін көрсетеді. Үстелде орындықта өздерінің маңызды екенін айтып, бірін-бірі толықтырып тұр. Үстел адамдардың қажеттігін өтейтін, жұмыс пен демалысқа арналған негізгі зат ретінде өз қызметін мақтан тұтады. Орындық адамдардың жайлы отыруын қамтамасыз етіп, олардың бір-біріне жақындасуына ықпал ететін маңызды құрал екенін айтады. Бұл диалог арқылы автор әрбір заттың, тіпті қарапайым нәрселердің өзі адам өміріне үлкен рөл атқаратынын жеткізеді. Сонымен қатар бұл мысал заттарға адамдық қасиеттер беріп, яғни жансызға жан бітіру әдісі олардың маңыздылығын көркем түрде көрсетіп тұр. 12-ші жаттығу диалогты толықтырып көшіріп жаз. Амансыз ба әже? Амансың ба балам? Халыңыз қалай әже? Жақсымын балам. Енді сурет бойынша диалогты жалғастыруға көмектесіз ба? Парталасыңмен ата мен бала ретінде амандасу жағдаятын құрастырып көр. Әділет: ата, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Ата: аман балам, өзің қалайсың, сабағың жақсы ма? Әділет: шүкір ата, сабағым жақсы, ағылшын тілінде үйреніп жатырмын. Сіздің денсаулығыңыз қалай? Ата: ой балам, денсаулық шүкір жақсы. Әділет: бүгін мен сізге көмектесу келдім, не істейін? Ата: қой балам, сен шаршама, кел алдымен шай ішіп алайық, әңгімелесейік, сосын бақшадағы жемістерді жинаймыз. Әділет: мақұл ата. Бұл диалог екі ұрпақ арасында құрмет пен мейірімділікке негізделген. Бала атасына амандасып, үлкенге құрмет пен
амандасады. Бұл қазақ халқының дәстүрінде үлкенге деген сый құрметті көрсетеді. Екеуі де бір-бірінің жағдайын сұрап, бір-біріне деген қамқорлықтарын білдіруде. Баланың атасына көмекке ұмтылуы оның кішіпейілділігін көрсетеді. Диалогтың соңында ата немересін жай ғана отырып әңгімелескісі келеді. Бұл олардың арасында рухани жақындықты және отбасылық жылы қарым-қатынасты айқындайды. Бұл диалог отбасы құндылықтар мен үлкенге құрмет көрсетудің жақын үлгісі. Балалар, бүгін біз диалог және монолог туралы ақпарат алдық. Сабақ аяқталды.